Сәлем қыздар, мен есімім Дана Мырзакулова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сочники рецептісін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не қажет, яғни ванилин дәмін келтіру мақсатында, разрыхитель, обычно пакетикте разрыхительде бола береді, 82-де 5% комнаталық температурадағы май, бір жұмыртқа, шекер, сонымен қатар ұн қажет. Ұн міндетті түрде ситадан өткізілген болуы қажет. Және де миксер. Весы қажет. Ал ендеше кірісейік. 82-5% кез келген майды қолданай бересіздер. Весыды қойып алдық. 100 грамм қосамын осыған. Міндетті түрде комнаталық температура болсын. Қалғанын барлығын қатар-қатарымен қазір қосатын боламын. Закроманы қосып болған соң, міне ванилин біраз қасық. Одан кейін разрыхитель қосамыз. Көп жасайтын болғандықтан осылай дәуін алып аламын. Бір шетке қосамын. Мына. Все. Енді шекерді қосамын. Барлығын грамммен өлшесеңіздер, сіздерде яғни лишний расход болмайды. Шекер. Содан соң бір жұмыртқаны қосамын. Және де қамыр етіп жасайтын боламын осын. Жұмсақ қамыр болып шығады. Міне. Май, ұн, закрома, ванилин және де шекер қостым. Все, осыны енді біріктіремін. Қыздар, біз жаңа бір жұмыртқаны қостық. Тағы да бір жұмыртқа қосып жіберем. Және де азғантай сүт қосам. Примерно 50 граммдай. Все, осыны енді қамыр етіп елейміз. Жаңа бас жағында айтуды ұмытып кетіппін сіздерге. Қамырымыз дайын болды. Міне, енді осыны пакетке салып, жарты сағатқа морозилькке саламыз. Оған дейін біз начинкасын жасайтын боламыз. Начинкасын жасауға бізге домашний творог қажет, сахарная пудра және де иісін келтіру үшін ванилин қажет. Ванилиннен бір-екі ас қасық қосасыздар. Одан кейін сахарная пудрадан 4 ас қасық қосамын. 1, 2, 3, 4 ас қасық қостым. Блендер еш нәрсемен араластырмайсыздар. Кәдімгідей міне қасықпен былайынан езгілеп тұрып жасайсыздар. Сонымен біздің начинкамыз дайын болады. Морозильниктен тестамызды шығардық, яғни жарты сағаттай тұрды. Екіге бөлсеңіздер де болады, немесе бірге бөліп жайсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Астына ұн төсеп, енді осыны жайып шығамын. Қисық-қисық болса да еш нәрсе етпейді. Себебі біз қазір осылай домалататын боламыз. Міне қисық-қисық болды, одан қорықпаңыздар. Біз қазір осылай домалатып шығып жатырмыз. Банкімен де өздеріңіз қалауларыңыз бойынша домалатсаңыздар болады. Негізі осылай бір 300-400 теңге осыны алып алғандарыңыз дұрыс кондитерлік магазиннен. Енді салып, қазір ортасына начинкамызды салатын боламыз. Артықтарын қайттан домалатып, мынамен бірге жайып жүретін боламыз. Қазір начинкасын саламыз. Начинкасы бізде творог. Жарты жеріне саластыр. Жарты жерге салдық. Енді осының бетін жауатын боламыз. Кәдімгідей бұлай жауастыр. Маған кішкене көбірек қосып жібердім. Қазір артығын алып тастаймын. Артығын алып тастадым. Тағы да екіншісін жауам. Сырт жағына кішкене осылай шығып кетіп жатса, одан қорықпаңыздар. Былайынан қолмен алып жібере салыңыздар. Барлығын осылай творог қосып жасап шығамын. Сочниктерімізді ортасына творог қосып жасап шықтық. Енді құры бір жұмыртқаны өзін ғана қостым. Сүт еш нәрсе қосқан жоқпын. Дәл осыны алып, полный беткі жағына жағып шығатын болам. Духовканы алдын ала қыздырып алдық. 180 градусқа қыздырып аласыздар. Примерно бір 15-20 минуттай духовкаға салып шығатын боламыз. Духовкадан сочнигімізді алып шықтық. Барлығын қойып, қазір бетіне сахарная пудраны сеуіп шығайын деп жатырмын. Сахарная пудра сеппесеңіздер де болады, бірақ сепсеңіздер бір жағынан күйген жерлерін көрсетпейсіздер, екінші жағынан дәмі де кішкене кіретін болады. Азгентай ғана сеуеміз. Көрдіңіздер ғой. Жасап көріңіздер және отзывпен бөлісіңіздер қалай шыққаны. Оңай рецепт, ешқандай қиындығы жоқ. Жасап үйдегілеріңізге ұнайтынына
100% сенімдімін. Каналға лайк басып, және де құрбыларыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сәттілік, келесі видеода жолыққанша.